Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Рамазан. Менің есімім Шапағат. First Lego League жарысының келесі санаты Explore деп аталады. Атауы айтып тұрғандай, бұл балаларды әлемнің нақты проблемаларын зерттеуге ынталандыратын жоба. Ол үшін бала бағдарлама негіздерімен танысады, кішігірім тәжірибе жүргізеді. Сонымен қатар сарапшылармен тілдесе бастайды. Жалпы айтқанда, қиын проблемаларды оңай жолмен шешуге үйренеді. Балалар кішкентайынан зерттегіш қой. Өзімді есіме түсірсем, бала кезімде ойыма неше түрлі идеялар келетін. Ал FLL Explore дәл осы идеяларды жарыққа шығаруға көмектеседі. Бұл жарысқа Discovery секілді 2-ден 4 балаға дейін қатыса алады. Бір мұғалім бірнеше топты дайындай алады және оқу процесін жеңілдететін арнайы құжаттар беріледі. Оның ішінде инженерлік дәптер және топтың жиналыс нұсқаулығы. Оқу барысында балалар маусым тақырыбын зерттейді, шешуге тиіс миссияны анықтайды және де бұл миссияны командалық жұмыс арқылы шешеді. Бұл жарысқа қатысу үшін Lego Spike Essential және де FLL Explore маусымының жинағы керек. Оқушылар өз шешімдерін командалық модель ретінде ұсынады. Содан кейін Lego Spike Essential роботын кодтайды. Сонымен бірге жобаға қатысушылардың үлесін көрсету үшін командалық плакат жасайды. Плакат пен модельге қатысты еш шектеу жоқ. Бастысы тақырыпқа сай әрі түсінікті болуы қажет. Explore жарыстары Discovery секілді фестиваль форматында өтеді. Онда балалар жасына қарай әрбір команда жеңімпаз болып атанады және де өз жетістіктері үшін номинация алады. Хьюстонда өтетін әлемдік кезеңге ең мықты команда аттанады. Жарысқа қатысу үшін First Robotics KZ сайтына кіріп, өз командаңызды тіркей аласыз. Барлығыңызды асыға күтеміз.